Сәлем достар, бүгін мен Moonlight Tower'дан келген арнайы қорапшаны ашатын боламын. Және де қорапшаның ішіндегі сыйлықты бірге көреміз, бірге талқылаймыз. Сонымен қоса Чаңдокун сарайына бірге саяхат жасайтын боламыз. Видеомда соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші Key Influencer Академиясының шын жүректен алғыс айтамын. Себебі бізге Кореяға бара алмасақ та, үйден отырып онлайн тур өткізуге мүмкіндік беріп жатыр. Және де осындай қара қорапша жіберген, өте керемет сәнді, өте бір құнды жәдігер секілді. Қазір бірге ашамыз. Чаңдокун 달빛기행. Мінекейіңіз ашылды. 달빛기행 안내서. Ең бірінші қорапшасында ішінде осындай 4 қорапшамен келген. Ең бірінші қорапшасын ашайын деп жатырмын. Ең бірінші қорапшасында бізге саяхат жасауға арналған арнайы гид, яғни нұсқаулық берілген. Және де мына жерде арнайы QR коды бар. Осы арқылы онлайн турды өткізуге болады. Moonlight Tour. Palace Utilization Online Project Бүгінгі. The Cultural Heritage Administration and the Korea Cultural Heritage Foundation are trying to face an audience more closely, rather than just staying inside the palace. There are various online programs using the palace. Қазір мен видеоның соңына дейін сіздерге керемет әсермен бөлісетін боламын. Even if you don't visit the palace in person, the palace will visit you directly so that you can feel its beauty. It will be a special experience for anyone who has or has never experienced a palace. Feel the palace in your hands, experiencing the beautiful palace free from the constraints of time and space. Get ready for the Moonlight Tour. A walk around Changdokgung Palace filled with moonlight gives you a graceful and special pace. Walk there with me and light up a pace if you still hate. Бізге шын жүректен сезінуге және де Чаңдокун сарайына баруға мүмкіндік сыйлап отыр. Және мұнда қадам бойынша берілген. Ең бірінші не істейміз, одан кейін қандай жоспар бар? Ең бірінші, I prepare myself in comfortable place where I can lean on even after the lights are turned off. 2. Please spot the insides of Changdokgung Palace within reach. 3. Please assemble the Naksongje Hall mood lamp that will light up my mind calmly. 4. Please assemble the cardboard so that you can leave for Changdokgung Palace. Finally, leave a single piece of my heart alone so that the moonlight of Changdokgung Palace can feel. Мына суреттегідей қазір саяхат жасайтын боламыз. Ең бірінші бізде саяхатқа арналған нұсқаулықты оқып шығамыз. Екіншіден Чаңдокун сарайына бару үшін бізде мұнда арнайы иіссу жіберілген. Қара өрік ағашының, гүлденген өрік ағашының иісі бірге қазір ашатын боламыз. Үшіншіден арнайы шам жіберілген, сол шамды құрастырамыз. Төртінші, ең соңғы саяхат жасауға арналған көзілдірікті құрастырамыз. Бесінші, үйде отырып керемет әсерді бірге сезінеміз. Нұсқаулықта бізде ең бірінші онлайн турды қай жерден бастаймыз және қай жерге барамыз барлық жоспармен берілген. Ең бірінші Чаңдокун сарайына барамыз, одан соң Пьонgjи area деген ауданына барамыз, area. Одан соң бізде Naksongje Hall, Naksongje ауданына барамыз, одан соң Sangyeongjong және Manwol Gate қақпасына барамыз, одан соң Injongjon Hall, яғни Injongjon залына барамыз. Сонымен қоса нұсқаулықта жаңағы шамды, сонымен қоса көзілдірікті қалай құрастыру керек барлығы берілген. Бірге құрастырып жасайтын боламыз. Екінші қорапшада бізде сол жердің иісін сезіну үшін арнайы иіссу жіберілген. Сонымен қоса
кішкентай қағазда бізге ізгі тілек бар екен. Егер де болашақта Кореяға келетін болсаңыз, April and May, сәуір және мамыр айларында келіп, гүлденген ағаштың тамаша иісін сезінуге болатындығы жөнінде айтқан. Мына бір қағазда керемет иіс бар. Бірге көрейік. Шынымен тамаша, гүлденген ағаштың иісі өте керемет. Үшінші қорапта бізде шамды құрастыруға арналған құралдар. Төртінші соңғы қорапта бізде көзілдірікті құрастыруға арналған құралдар бар. Олай болса, осы екеуін бірге құрастырамыз. Black mirror, we're on this Babylon. The problem is black mirror. You got young guy, get it on, yeah. Black in the mirror. 우리 사이버 little one and zero. 모두 다 back going digital. World 날이 so good, didn't matter. 내 맘대로 알아서 잘 할게. 참견하지 말아줘 my back. 떠나가지 멀리 않는 걸게. I just wanna live my life. 어둠의 산 구름 위에서 넌 빛을 내려 피노미논. 공간의 문을 열어 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려 뚜루리야 Please stop black mirror 우리 사이를 좁혀 black mirror 꼴에 벗어나 Freak into my world black mirror 고민 따윈 내 mirror 여기만 집중해 Let's move your body 지금 이 순간을 뛰어넘어 levitate bounce 하늘의 장난일지도 몰라 내 몸편에 우린 갇혀 끊임없이 밀고 당겨와 여줄래 꼴로미요 소설 속의 얘기 것들이 일어났어 현실로 어둠의 산 구름 위에서 넌 빛을 내려 피노미논 이 공간의 문을 열어 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려 뚜루리야 Please stop black mirror 우리 사이를 좁혀 black mirror 꼴에 벗어나 Freak into my world black mirror 고민 따윈 내 mirror 저기만 집중해 꼴은 잠시 갇힌 듯이 미로 속 어둠은 길어 Look at this 미로 속에 나와 너 사이 필요 없는 건 지워버려 뚜루리야 Please stop black mirror mirror on the wall 내게 말해줘 내게 보이는 girl 너와 나만이 단단히 이어져 있단 girl 공간이 우리 막아도 it's still my love 알잖아 영인이 1인이 잠시만 줘 내가 커봐도 너 말고 관심 안 줘 기억해 이 거울 속에 너와 나 둘뿐이야 나머지 black 지금 이 순간은 우리 black mirror 고민 따윈 내 mirror 여기만 집중해 꼴은 잠시 난 갇혀 in the mirror 너날 비춰 mirror I'm addicted 끊임없이 말을 걸어주는 나의 에스파 이런 교감 너의 존재 날 다른 차원으로 이끌었지 난 세상 중심에 You're in the flat 내 모든 액션 어린 너의 힘을 키워 언젠가 부터 생각 너 이제까지 보여
rejected 선언만으론 너의 거대함을 이기지 못해 I'm exhausted 너의 존재 모두 타박들어 먹고 자라났지 인스파는 나야 둘이 될 순 없어 But no chrome to colors 이건 ever evolution Oh 위험한 장난을 쳐 내 협정이지만 널 부정을 받게 모든 걸 삼켜버릴 บึ름밤바 넌 광야를 떠들고 있어 내게 맞서는 질 수 없어 Міне достар, біздер көзілдірікті және шамды құрастырып болдық. Турды тамашалауға арналған арнайы көзілдірік және де шам. Олай болса бірге онлайн турды тамашалаймыз, сонымен қоса сол жердің әсерін бірге сезінетін боламыз. 아주 잘 오셨습니다. 달빛기행을 안내하는 저는 배우 김유정입니다. 지금 보고 계신 이곳의 경치는 규장각 8경 중 하나랍니다. 덕이란 사람의 도리이며 성이란 하늘의 이치인 도라고 하는데 오늘 내 마음의 임금인 여러분의 하루는 태평하고 또 성대하셨나요? 빛을 따라 거니는 후원의 산책은 어떠셨나요? 오늘은 특별히 주상전하의 마음을 살짝 들여다보려 합니다. Саяхатымыз өте сәтті өтті. Онлайн тур шынымен өте керемет болды. Мына көзілдірікті киіп алып, сол сарайдың ішінде жүргендей болдым. Себебі сарайдың әдемілігін біз бұрын тек қана теледидардан, болмаса әлеуметтік желіден, жай ғана телефоннан көретін едік. Ал енді бұл жолы мына көзілдірікпен кигеннен кейін қай жаққа бұрылсаңыз да бір сол сарайдың ішінде жүргендей, тура бір аспанға қарасаңыз да, айналаңызға қарап түрлі әдеміліктерді сол жерде жүргендей сезіне аласыз. Шынымен өте бір пайдасы тиді десем де болады. Ай сәулесінің астындағы сарай өте бір сондай шабытты, әдемі, сұлулыққа толы болды. Тур өте керемет ұйымдастырылған. Сізге арнайы бағыт-бағдар көрсетіп, арнайы аудио жүріп жатады. Сонымен қоса сіз құдды бір соның ішінде жүргендей әсерде боласыз. Мына қара өрік ағашының иесі де сондай керемет, құдды бір табиғат аясында кешкілікте жалғыз өзіңіз серуендеп жүргендей әсерде боласыз. Сонымен қоса шамдар онда түрлі жарық беріп, әсемдік беріп көркемдеп тұр. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.